Мен колониядан 8 жылдан кейін шықтым. Әйелімді гопниктерден қорғап, оларды тым қатты соққыға жыққаным үшін 8 жыл отырдым. Біреуі комаға түсті. Маған денсаулыққа зақым келтіргенім үшін 8 жыл берді. Өкінген жоқпын. Түрмеде отырып, әйелім күтіп жүр деп ойладым. Шыдаймын, ораламын, өмірді жаңадан бастаймыз дедім. Бірақ шығып, үйге келгенімде көрші әйел есікті ашып: «Тимур, сенің Аленаң мүлдем ішіп кетті, жалғыз тұрады, жұмыс істемейді, күнде ішеді» деді. Қалай ішіп кеткенін, не болғанын түсінбедім. Көрші әйел жанарын төмен түсірді. Сен отырғанда оған 3 бандит келіп жүрді. Жергілікті авторитеттер: Вадим Череп, Егор Рыбаков, Стас Орлов. Олар оны 3 жыл бойы тұрақты түрде зорлап келді. Ол қарсыласа алмады, олар сені түрмеде өлтіріп тастайды деп қорықты. Дүние тоқтап қалғандай болды. Мен жат пәтердің дәлізінде тұрып, тыныс ала алмай қалдым. 8 жыл. Мен 8 жыл отырдым, ал менің әйелімді зорлаған 3 хайуан, ал ол үндемеген. Мен Аленаны өзіміз тұрған баяғы пәтерден таптым. Ол есікті ашты, арық, боп-боз, кір жейдеше киген, арақтың иісі шығып тұр, көздері бұлдыраған. «Тима» деп сыбырлады ол, «Сен шықтың ба?» Мен оны құшақтадым. Ол жылап жіберді. Сол кезде мен серт бердім. Әрқайсысын табамын. Олар тез әрі оңай құтылмайды. Олар да Алена секілді азап шегетін болады. Мен оны қорғағаным үшін 8 жыл отырдым. Енді оның кегін алу үшін қанша уақыт кетсе де аянбаймын. Достар, бұл қатал есептелген және аяусыз кек туралы хикая. Бір адамның қолын бұлғамай 3 бандитті қалай құртқанын білу үшін лайк басыңыз. Бастыңыз ба? Онда тыңдаңыз. Менің атым Тимур Шадрин. Бүгін мен сіздерге түрмедегі 8 жыл мені қарапайым адамнан кек алу машинасына қалай айналдырғанын айтып беремін. 2014 жыл. Воронеж. Мен Тимур Шадринмін, 29 жастамын, боксшымын, бокстан спорт шеберімін. Бұрын болашағынан үміт күттіретін спортшы едім. Ресей чемпионаттарында өнер көрсете алатынмын, бірақ 25 жасымда тізе жарақаты үлкен спортқа нүкте қойды. Мен мұңайған жоқпын, жаттықтырушы болып кеттім. Нөмірі 7 балалар спорт мектебінде жұмыс істедім. Балаларды тура соққы жасауға және шабуыл шебінен қашуға үйреттім. Жалақым 40,000 рубль. Көп емес, бірақ маған жететін. Мен ақша үшін өмір сүрген жоқпын. Әйелім Алена Шадрина, қыз күнде Соколова, 27 жаста, нөмір 3 қалалық ауруханада медбике. Травматологияда жұмыс істеді, таңғыш таңу, екпе салу, түнгі кезекшіліктер. Шаршайтын, бірақ ешқашан шағымданбайтын. Біз бокс жарысында таныстық. Ол құрбысымен келген екен. Мен жартылай финалда өнер көрсеттім. 3 раундта нокаутпен жеңдім. Жекпе-жектен кейін ол жаныма келіп жымиды. Сіз керемет төбелестіңіз, бірақ маған медбике ретінде адамдардың мұрны сынғанын көру ауыр тиеді. Мен күліп жібердім. Біз сөйлесіп кеттік, нөмір алмастық. Бір аптадан кейін алғашқы кездесу. Жарты жылдан кейін мен ұсыныс жасадым. Ол ойланбастан иә деді. Үйлену тойы қарапайым өтті. Шағын дәмхана, 50 қонақ. Әкем Валентин Шадрин, отставкадағы бұрынғы әскери подполковник, тілек айтты. Балам, сен жақсы әйел таптың, оны сақта. Бұл кез келген медальдан маңызды. Мен басымды изедім. Уәде беремін, әке. Мен бұл уәдемде тұрдым. 5 жыл бойы тату тәтті өмір сүрдік. Воронеж шетіндегі бір бөлмелі пәтерді жалдап тұрдық. Ескі панельді үй, 3 қабат, 27 пәтер, 28 шаршы метр, ас үй, бөлме, біріктірілген жуынатын бөлме. Жиһаз ескі, түсқағаздардың түсі оңған. Бірақ бұл біздің үйіміз еді. Әр таңда сағат 6:00-де жұмысқа кетіп, кешкі 7:00-де оралатынмын. Алена кешірек 9:00-де келетін. Кезекшіліктен кейін мен кешкі ас дайындайтынмын, палау, макарон, қуырдақ пісіруді үйреніп алдым. Оны күтетінмін. Ол есікті ашқанда шаршап тұратын, түнгі кезекшіліктен көз асты көгеріп кететін. Мен оны құшақтайтынмын. Күнің қалай өтті? Ауыр.
3 сынық, біреуі пышақ жарақатымен, бірақ ештеңе емес, үлгердік. Біз кішкентай ас үйде кешкі ас ішіп, жоспарларымыз туралы айтатынбыз. Өз пәтерімізді сатып алуды армандайтынбыз. Айына 5000 нан ақша жинайтынбыз. Баяу болса да мақсатқа жылжыдық. Тағы да балалы болғымыз келді. Алена. Тим, келесі жылы көрейікші. Мен ұлма, қызба, бәрібір, бала қалаймын дейтін. Мен оны сүйетімін. Алдымен пәтер сатып алайық. Біз қарапайым ғана бақытты едік. Жай ғана отбасы, жай ғана өмір. Мен бұл әрқашан осылай болады деп ойладым. Қателесіппін. 2014 жылдың қыркүйегі. Жұма, кеш. Мен Аленаны жұмысынан алып кеттім. Ол ауруханадан сағат 9-дың жартысында шықты. Шаршаған, аяғында әрең тұр. Жаяу барайықшы деп ұсынды ол. Ауа райы жақсы, тыныстап қайтайық. Жарайды. Біз кешкі Воронеж көшелерімен келе жаттық. Қыркүйектің ауасы жылы еді, бірақ күздің жақындағаны сезілетін. Шамдар жыпылықтап тұр, жартысы жұмыс істемей. Қала электр энергиясын үнемдейтін. Жолды қысқарту үшін бұрылыс арқылы жүруді ұйғардық. 2-9 қабатты үйдің арасындағы тыныш, тар жол. Әдетте ол жерде ешкім болмайтын, бірақ сол кеште үшеуі тұрды. 25 жас шамасындағы жігіттер, спорттық костюмдер, кроссовкилер, қырылған бастап, банкідегі сыраны ішіп, шылым шегіп тұрды. Біреуі қабырғаға сүйеніп тұр, екеуі жүресінен отыр. Мен бірден сездім, айналып өткен дұрыс еді. Бірақ кеш болды. Олар бізді байқап қалды. Біреуі ысқырды. О, сұлу келе жатыр. Әй, бойжеткен, қайда асықтың? Алена менің қолымды қысты. Тим, басқа жолмен кетейікші. Мен бұрылдым, бірақ екінші жігіт орнынан тұрып, жолымызды бөгеді. Тұрыңдар, тұрыңдар, қашпаңдар. Танысайық. Мен тоқтап оған сабырмен қарадым. Жігіттер, бізге мәселе керек емес. Өткізіп жіберіңдер. Ол мысқылдады. Ал бізге керек. Сенің тоқалың бізге ұнап қалды. Қане, таныстыр. Үшінші жігіт жанымыздан келіп, бізді қоршап алды. Мен қазір бірдеңе басталатынын түсіндім. Ішімде таныс мұздай сезім, жекпе-жек алдындағы адреналин пайда болды. Денем ширығып, жұдырығым түйілді. Жігіттер, дедім мен бәсең дауыспен, соңғы рет айтамын. Жолдан тайыңдар. Ешкімді ұрғым келмейді. Бірінші жігіт, әлгі ысқырғаны, күліп жіберді. Естідіңдер ме, пацандар, ол бізді ұрғысы келеді екен. Мықты ғой, бәлем. Ол маған жақындап кеудемнен екі қолымен қатты итеріп қалды. Мен орнымнан қозғалмадым. Жігіт таңғалып тағы итерді. Мен тағы да қозғалмадым. Ал сосын екінші жігіт Аленаны білегінен ұстап алды. Бері кел, сұлу, мына качогыңсыз сөйлесейік. Алена. Жібер. Деп айқайлап жіберді. Ол жұлқынды, бірақ жігіт қатты ұстап тұрды. Сол сәтте менің ішімде бірдеңе кілт етті. Мен бөлшектерін білмеймін, тек жарқ еткен сәттер ғана есімде. Біріншісінің жақ сүйегінен ұрдым, ол қап сияқты құлап түсті. Екіншісінің іш тұсынан күн сүйегінен ұрдым. Ол екі бүктеліп, ішін ұстап, тізерлеп құлады. Үшіншісі пышақпен ұмтылды. Кішкентай жиналмалы пышақ 10 сантиметрдей. Мен оның қолынан ұрып пышақты түсіріп жібердім, жағасынан алып бетінен ұрдым. 2, 3, 4. Жұдырығым автоматты түрде жұмыс істеді. Жылдар бойғы жаттығу. Бұлшық ет жады. Алена. Тима болды, тоқта. Деп айқайлап жатты. Мен тоқтадым, төмен қарадым. Үшінші жігіт асфальтта жатыр, беті қолы қан, қозғалмайды. Біріншісі жағын ұстап аунап жатыр, екіншісі шетте құсып жатыр. Мен жұдырығымды жаздым, қолдарым дірілдеп кетті. Кеттік, дедім Аленаға. Біз кетіп қалдық, үйге дейін үнсіз жеттік. Пәтерге кірдік. Алена жарықты жағып, менің қолыма қарады. Тим, сүйектерің жарылып кетіпті. Мен қарадым. Оң қолымның терісі сылынып, қан сорғалап тұр екен. Алена дәрі қобдишасына келіп, перекиспен өңдеп, таңғыш байлап берді. Ауыртып жатыр ма? Жоқ. Біз жаттық. Мен оны құшақтадым.
Ол маған тығылды. Тим, рахмет, сен мені қорғадың. Әрқашан қорғаймын. Мен тыныш ұйықтап кеттім, бәрі бітті деп ойладым. Бірақ бұл тек бастамасы еді. Сенбі күні таңертең есік қағылды. Мен аштым. Табалдырықта азаматтық киімдегі екі адам тұр. Тимур Валентинович Шадрин. Иә. Полиция. Түсініктеме беру үшін бөлімшеге жүруіңіз керек. Не себепті? Кешке Кольцовская көшесіндегі бұрылыста оқиға болды. 3 азамат соққыға жығылған. Олардың бірі ауыр бас жарақатымен ауруханаға түсті. Жүрегім су ете қалды. Мен түсіндім. Қазір киінейін. Алена бөлмеден шықты. Не болды? Ештеңе емес, бөлімшеге барып келемін, анықтаймыз. Кешегіге байланысты. Оның түсі қашып кетті. Тим, уайымдама, ол өзін-өзі қорғау ғой. Бәрі жақсы болады. Мен олармен бірге кеттім. Полиция бөлімі, тергеу бөлмесі. Тергеуші шаршаңқы көздері бар 40-тардағы ер адам. Шадрин, кешке не болғанын айтып беріңіз. Мен бәрін айттым. Әйеліммен қалай келе жатқанымызды, 3 жігіттің қалай тиіскенін, біреуі Аленаны қалай ұстағанын, менің қалай қорғанғанымды. Тергеуші жазып алып, басын изеп отырды. Сосын былай деді. Зардап шеккендердің бірі, 26 жастағы Денис Макаров, жансақтау бөлімінде жатыр. Миының қатты шайқалуы. Миына көптеген гематомалар түскен, бет сүйегі сынған. Дәрігерлер оны жасанды комаға енгізді. Мен сілейіп қалдым. Ол тірі қала ма? Білмейміз. 50-де 50. Тыныштық орнады. Тергеуші маған қарады. Сіз бокстан спорт шеберсіз бе? Иә. Демек соққы күшін басқара аласыз ба? Иә. Онда неге сонша қатты ұрдыңыз? Ол пышақпен ұмтылды. Пышақты сіз бірінші соққымен түсіріп жібердіңіз. Куәгерлер айтады, бейнебақылау камерасы да түсіріп алған, содан кейін де сіз соққыны тоқтатпағансыз. Басына 4 соққы. Бұл енді өзін-өзі қорғау емес. Мен үндемедім. Сізге 111 бап бойынша айып тағылуы мүмкін. Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру 10 жылға дейін. Дүние алай-дүлей болды. Мені ешқайда кетпеу туралы қолхатпен босатты. Кешке үйге оралдым. Алена есік алдында күтіп алды. Не деді? Мен диванға отырып, басымды қолыммен бастым. Біреуі комада өліп кетуі мүмкін. Маған мерзім берілуі мүмкін. Ол қасыма отырып құшақтады. Бірақ сен қорғандың ғой. Бұл өзін-өзі қорғау болды. Тергеуші шектен шығу деп отыр. Мен тым қатты ұрдым. Бірақ ол пышақпен болды ғой. Мен пышақты түсіріп жібердім, бірақ содан кейін де ұра бердім. Мәселе сонда. Алена жылап жіберді. Бұл менің кесірімнен. Сенің кесіріңнен емес, мына арамзалардың кесірінен. Мен өкінбеймін. Бірақ ішімде қорқыныш ұлғая берді. Ұзаққа сотталуым мүмкін екенін түсіндім. Бір айдан кейін Денис Макаров комадан шықты, тірі қалды. Бірақ салдары қалды. Жадының жартылай жоғалуы, қимыл қозғалыстың бұзылуы. Медициналық сараптама. Денсаулыққа ауыр зиян. Қылмыстық іс қозғалды. ІФК 111 бабы 1 бөлігі. Айыптау. Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру. Сот 2014 жылдың желтоқсанында басталды. Сот залы. Судья елулердегі қатал әйел. Прокурор амбициясы зор жас жігіт. Менің адвокатым мемлекет тарапынан тағайындалған Сергей Викторович, егде жастағы шаршаңқы адам. Айыптау тарапы дәлелдерін ұсынды. Макаровтың жарақаттарының ауырлығы туралы медициналық қорытынды, куәгерлердің, қалған 2 гопниктің айғақтары, бейнебақылау камерасының жазбасы. Сапасы нашар болса да, менің жерде жатқан адамды қалай ұрып жатқаным көрінеді. Прокурор 8 жыл бас бостандығынан айыруды сұрады. Адвокат өзін-өзі қорғау екенін дәлелдеуге тырысты. Менің қорғалушым қажетті қорғаныс жағдайында әрекет етті. Оған және оның әйеліне 3 қарулы ер адам шабуыл жасады. Біреуі пышақпен болды.
бірақ сарапшылар қарсы шықты. Шабуылшыны қарусыздандырғаннан кейін Шадрин соққыны жалғастыра берген. Жерде жатқан адамның басына 4 рет соққы жасау бұл қажетті қорғаныс шегінен шығу. Судья екі тарапты да тыңдап кеңесуге кетті, 1 сағаттан кейін оралды. Үкім. Тимур Валентинович Шадрин Ресей Федерациясы қылмыстық кодексінің 111 бабының 1 бөлігінде көзделген қылмысты жасаған үшін кінәлі деп танылсын. Жалпы режимдегі түзеу колониясында өтеумен 8 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. 8 жыл. Артымнан Аленаның жоқ, бұл әділетсіз деген айқайын естідім. Бұрылдым. Ол залда жылап тұрды. Қасында әкем Валентин Шадрин оны иығынан ұстап тұр. Мен оларға қарап, жымиюға тырыстым. Бәрі жақсы болады. Мені алып кетті. Колонияға айдалар алдында маған отбасыммен соңғы кездесуге рұқсат берді. Тергеу изоляторы, кездесу бөлмесі, үстел, 2 орындық. Алена кірді, соңынан әкем. 1 минут үнсіз отырдық. Сосын Алена менің қолымды ұстады. Тим, мен күтемін. 8 жыл, ол онша көп емес. Мен жетемін. Мен оның қолын қыстым. Ален, сен міндетті емессің. Егер біреуді жолықтырсаң. Жолықтырмаймын. Сен менің күйеуімсің, мен күтемін. Әкем. Балам, ол жақта шыда, қақтығысқа түспе, тыныш отырып қайт. Тырмысып көр, балам, деді. Кездесу уақыты аяқталды. Күзетші есікті қақты. Аяқтаймыз. Алена орнынан тұрып, мені құшақтады, қатты қысты. Мен сені сүйемін, әрқашан сүйіп өтемін. Мен де. Ол кетті. Әкем қолымды қысты. Көріскенше, балам. Көріскенше. Есік жабылды. Мен жалғыз қалдым. 2015 жылдың қаңтары. 3 жалпы режимдегі түзеу колониясы. Воронеж облысы, Роман кенті. Этап. Терезелеріне торланған Воронов көлігі. Қолдарына кісен салынған 30 сотталушы. Жолда 4 сағат. Көлік тоқтады, есік ашылды. Конвой айқайлады. Тез шығыңдар. Біз шықтық. Алдымда тікенді сым тартылған биік қоршау. Бұрыш-бұрышта қарауыл мұнаралары. Қоршаудың арғы жағында сұр барактар. Колония. Тіркеу. Тінту. Медициналық тексеріс. Киім беру. Робалар. Сұр шалбар, сұр күрте, тозған бәтеңкелер. Тәртіп бөлімінің бастығы майор Кулишев. Елулердегі қатал жүзді адам менің ісіме қарап отырды. Шадрин, 111 бап. Адамды камаға түскенше ұрғансың. Боксшысың ғой демек. Бұл жерде төбелесуді кеңес бермеймін. Карцерге жабады және мерзіміңді ұзартады. Түсінікті ме? Түсінікті. 5-ші бараққа апарыңдар. 7-ші камера. Мен апарды. 5-ші барак. 2 жағында камералары бар ұзын дәліз. 8 адамға арналған 7-ші камера. 2 қабатты кереуеттер, ортада үстел, бұрышта пердемен қалқаланған әжетхана. Есік ашылды, мен ішке кірдім. 8 жұп көз маған қадалды. 40-тар шамасындағы, денелі, қолдары татуировкаланған бір сотталушы орнынан тұрды. Жаңадан келген жақында таныс. Мен жақындадым. Тимур Шадрин. 111 бап. Не үшін? 3 гопникті ұрдым. Біреуі камаға түсті, әйелімді қорғағанмын. Мужик басын изеді. Тәуір бап. Мен де петеуде емесің. Анау бос тұрған төменгі орынға жайғас деп бос кереуетті көрсетті. Мен сереймін. Камераның қараушысымын, смотрящий. Мен кереуетке отырдым. Сери сөзін жалғастырды. Ереже қарапайым. Өзіміздікінен ұрламайсың, менттерге хабар бермейсің. Жұмыс істейсің, опшаққа бөлсесің. Жанжалды өзіміз шешеміз. Түсіндің бе? Түсіндім. Жақсы, тыныш өмір сүр. Мен басымды изедім. 1-ші күн тыныш өтті. Кереуетте отырып, терезеге қарап, Аленаны ойладым. 8 жыл, 2920 күн.
Шыдап бағу керек. Күн артынан күн. Колониядағы өмір бір сарынды еді. Таңғы 6-да тұру, сапқа тұру, түгендеу, таңғы ас. Сүйік ботқа, нан, шай. Жұмыс 8-ден 6-ға дейін. Тігін цехы. Зауыттарға арналған роба тіктік. Бір ауысымдағы норма 20 бұйым. Егер орындамасаң, сәлем сауқаттан передача айырады. Мен үндемей жұмыс істедім, норманы орындадым, көзге түспедім. Кешкісін кешкі ас, сосын сағат 10-дағы ұйқыға дейін бос уақыт. Сотталушылар теледидар көрді, карта ойнады, бұрышта шылым шекті. Мен кітапханадан кітап алып оқыдым. Толстой, Достоевский, Чехов. Бұл мені алаңдататын. Сирий кейде келіп, қалайсың? Деп сұрайтын. Қалыпты. Отбасың бар ма? Әйелім бар, апта сайын хат жазады. Сирий басын изеп. Оны жіберме, бұл маңызды дейтін. Мен жібермедім. Алена хатты тұрақты түрде, апта сайын жазып тұрды. Жұмысы, өмірі, жоспарлары туралы айтатын. Суреттер жіберетін. Мен оларды матрастың астында сақтайтынмын. 3 айда бір рет қысқа кездесуге, 2 сағатқа келетін. Кездесу бөлмесінде үстел арқылы қол ұстасып отыратынбыз. Қалайсың? Деп сұрайтын ол. Қалыпты. Жұмыс істеп жүрмін, оқимын, күтемін. Мен де күтемін. 7 жыл 10 ай қалды. Ол да мен сияқты күндерді санайтын. Болашақ туралы сөйлесетінбіз. Мен оралғанда пәтер сатып аламыз, балалы боламыз, бәрін жаңадан бастаймыз. Мен бұған сендім. Алғашқы 3 жыл бойы сендім. Достар, бұл тек бастамасы ғана. Тимур мерзімін өтеп жатыр, әйелі күтіп жүр деп сенеді, бірақ бірдеңе өзгереді. Хаттар сирейді, кездесулер тоқтайды, ал шындық. Шындық ол елестеткеннен де қорқынышты. 2-ші бөлімде қарым-қатынастың үзілуі, зорлық-зомбылық туралы шындық және кектің басталуы. 2017 жыл, мерзімнің 3-ші жылы. Наурыз айында өзгерісті байқадым. Аленадан сағат сияқты апта сайын келетін хаттар кешіге бастады. Алдымен 2 аптада бір, сосын 3 аптада бір келді. Мен оны жұмысына жордым. Ол: кешір, ауысымдар өте көп. Шаршаймын, қолым тигенде жазамын деп жазатын. Мен сендім, түсіндім, ауруханадағы медбике, ауыр жұмыс, қалыпты жағдай. Бірақ маусымда ол кездесуге келмеді, кездесуге бір күн қалғанда. Кешір, келе алмаймын. Жұмыста абыр-сабыр, келесі жолы келемін деп жазды. Көңілім түсті, бірақ сыр бермей. Ештеңе етпейді, келесі кездесуді күтемін деп жауап бердім. Келесі кездесу 3 айдан кейін, қыркүйекте болуы керек еді. Ол тағы да келмеді. Себебі ауырып қалды, суық тиді. Мен уайымдай бастадым, әкеме хат жазып, Аленаға барып, бәрі дұрыс па екенін тексеруін өтіндім. Әкем қазан айында кездесуге келді. Жүзі тым салмақты. Балам, мен Аленаға бардым. Ол қалай? Әкем үнсіз қалды. Бір түрлі болып қалыпты, арықтаған, боп-боз. Көздері, қалай айтсам екен, қорқып тұрған сияқты. Қорқып тұрған. Ол неден қорқады? Білмеймін. Мен сұрадым, ол бәрі дұрыс, жай ғана жұмыс ауыр деді. Бірақ мен сенбедім. Әке, бәлкім оған тағы бір рет барасың. Дұрыстап сөйлесерсің. Барамын, бірақ тиім, ол бірдеңені жасырып жүр, мен оны сезіп тұрмын. Ішімде мазасыздық орнады. Не болып жатқанын түсіне алмадым, бірақ бірдеңенің дұрыс емес екені анық еді. 2018 жыл, мерзімнің 4-ші жылы. Хаттар айына бір рет келетін болды, қысқа, суық, бұрынғы жылулық жоқ. Тим, менде бәрі қалыпты, жұмыс істеп жүрмін, сағындым. Жаз, Алена. Бәтті. Бұрынғы 2 беттің орнына 10 жол ғана. Кездесулер мүлдем болған жоқ. Ол келмейтін. Сылтаулар. Жұмыс, жолға ақша жоқ, ауру. Мен оған қоңырау шалатынмын, айына бір рет телефонмен сөйлесуге рұқсат беретін. Ол дауысы бәсең, шаршаңқы деп жауап беретін. Ален, саған не болды? Ештеңе, Тим, жай шаршадым. Маған не болғанын айта аласың ба?
Ештеңе болған жоқ, бәрі дұрыс. Бірақ мен оның өтірік айтып тұрғанын сезетінмін. Даусында діріл, қорқыныш бар. Алена, маған шындықты айтшы. Үнсіздік. Сосын. Кешір. Маған бару керек. Сүйдім. Гудок. Мен колония дәлізінде телефон тұтқасын ұстап тұрып, айқайлағым келді, бірақ үндемедім. Бір жамандық болып жатыр еді, ал мен көмектесе алмадым. Темір тордың артында дәрменсіз күйде едім. 2019 жыл, мерзімнің 5-ші жылы, қаңтар. Аленадан хат алдым. Конверт жұқа, ішінде бір ғана парақ. Ашып оқыдым. Тима, мені кешір, бұдан әрі шыдай алмаймын. Күте алмаймын, бұлай өмір сүре алмаймын. Бұл тым ауыр. Мен ажырасуға арыз бердім. Бір айдан кейін ол заңдастырылады. Кешір. Өз өміріңмен сүр. Бақытты бол. Алена. Мен 3 рет қайталап оқыдым, сенбедім. Ажырасу. 5 жыл отырдым, 3 жыл қалды. Ол шыдамады. Мен кереуетке отырып, хатқа қарадым. Қолдарым дірілдеп кетті. Сери жаныма келді. Не болды? Мен оған хатты ұстаттым, ол оқып шығып күрсінді. Әйелдер күтпейді, Тим. Күтетіндері өте сирек. 5 жыл олар үшін тым көп. Ол уәде берген. Уәде беру оңай, күту қиын. Мен үндемедім. Сери қасыма отырды. Тыңда, ұмыт. Мерзіміңді өтеп шық, басқасын табасың. Өмір біткен жоқ. Бірақ мен үшін өмір сол хатты оқыған сәтте бітті. Мен Аленаға бір айда 10 хат жаздым, не болғанын, неге екенін түсіндіруін өтіндім. Мәселені бірге шеше аламыз. Хаттар адресат қабылдаудан бас тартты деген белгімен қайтып келіп жатты. Ол оқымады. Ажырасу сырттай рәсімделді. Бір айдан кейін соттан хабарлама келді. Неке бұзылды. Алена Шадрина қайтадан Алена Соколова болды, ал мен жалғыз қалдым. 2019-2022 жылдар. Ажырасқаннан кейін мен өз-өзіме тұйықталып қалдым, хат жазуды қойдым. Ешкімге. Әкем хат жазатын, мен жауап бермейтінмін. Ол кездесуге келетін, мен үндемейтінмін, қысқа ғана жауап беретінмін. Балам, тұйықталма, бұл соңы емес. Білемін, әке. Сен жасың, саған 35 жас. Алда бүкіл өмірің бар. Угу. Әкем күрсініп кетіп қалатын. Мен жұмыс істедім, ұйықтадым. Кітапты ешқандай сезімсіз, механикалық түрде оқыдым. Ішімде бос қуыс пайда болды. Сери. Тим, сен робот сияқты болып кеттің. Өмір сүрші, әттең дейтін. Өмір сүріп жатырмын. Жоқ, сен тек күн кешіп жүрсің. Бұл екі бөлек нәрсе. Мүмкін, оныкі дұрыс болған шығар. Мен бостандыққа шығатын күнді санадым. Бостандықты сағынғандықтан емес, жай ғана бірдеңеге сену керек болғандықтан, қандайда бір мақсат үшін. 2024 жыл, шілде, мерзімнің соңғы айы. Сери жаныма келді. Ертең шығасың ба? Иә. Жоспарың бар ма? Жоқ. Оны тап. Ешқайда шықпауға болмайды. Мен басымды изедім, бірақ жоспарым жоқ еді, тек бос қуыс қана. 2024 жылғы 30 шілде, 8 жыл артта қалды. Мен таңғы сағат 9:00-де колония қақпасынан шықтым. Жасым 37-де, қолымда 15,000 рубль бар. Тігін цехында жұмыс істеп жинаған ақшам. Қалтамда босатылғаным туралы анықтама. Үстімде әкем сәлемдемемен беріп жіберген ескі джинсы мен футболка. Мен қақпа алдында тұрып, алысқа созылып жатқан жолға қарадым. Сери қоршаудың ар жағынан айғайлап жатты, ол 2 айдан кейін шығуы керек еді. Тим, берік бол, жоғалып кетпе. Мен қолымды бұлғап, автобус аялдамасына бет алдым. Кешке қарай Воронежге жеттім. Автобус, сосын маршрутка. Қала өзгеріп кетіпті. Жаңа үйлер, жаңа жолдар, дүкендерде жаңа маңдайшалар. Мен көшеде келе жатып, өзімді аруақ сезіндім. Адамдар қасымнан ағылып өтіп жатыр. Бәрі бір жаққа асығады. Бәрінің өз ісі, мақсаты, өмірі бар, ал менде ештеңе жоқ.
Баяғы мекен-жайға жеттім. Алена екеуміз тұрған үй. 9 қабатты үй, 3-ші қабат, 27 пәтер. Баспалдақпен көтеріліп, есікті қақтым. Көрші әйел, Надя тәти ашты, 65 жастағы әйел. Біз таныс едік. Ол қарсы бетте тұратын, жиі амандасатынбыз. Тимур. Ол таң қалды. Сен шықтың ба? Иә, Надя тәти, Алена үйде ме? Көрші әйелдің жүзі өзгеріп, мұңайып кетті. Маған кірші, сөйлесейік. Надя тәтейдің пәтері кішкентай, тап-тұйнақтай. Ас үйде отырдық. Ол шайнек қойды. Тим деп бастады ол, сен білмейсің ғой. Нені білмеймін? Ол ауыр күрсінді. Сенің Аленаңның жағдайы нашар. Қалай нашар? Мүлдем ішіп кетті. Жұмыс істемей. Сендер жалдап тұрған пәтерде тұрып жатыр, бірақ үй иесі аяп шығармай жүр, бірақ Алена 1 жылдан бері ақы төлемейді. Мен қалай ішіп кеткенін түсінбедім. Алена ішпейтін еді. Бұрын ішпейтін. Ал сосын. Надя тәтей жанарын тайдырды. Тим, мұны айту өте ауыр. Айтыңызшы, өтінемін. Ол терең тыныс алды. Сен отырғанда оған бандиттер келе бастады, жергілікті 3 авторитет. Вадим Куляков, лақап аты Череп, Игорь Рыбаков, Жора және Станислав Орлов, Бычок. Олар осы ауданды бақылап отыр, дүкендерді, дүңгіршектерді кіршават етеді. Жүрегім жиі соға бастады. Олар не істеді? Надя тәтей басын төмен түсірді. Алдымен ақша талап етті, күйеуің түрмеде, сен қауіпсіздік үшін төлеуің керек деді. Алена бас тартты. Сосын олар қорқыта бастады, есігін сындырды, үрейін ұшырды. Мен жұдырығымды түйдім. Ал сосын. Ол кекілжіңдеп қалды. Сосын олар оны зорлай бастады. Бұл сөз ауада ілініп қалғандай болды. Мен естіген құлағыма сенбедім. Тұрақты түрде зорлады. Аптасына 1 рет келетін, кейде 3-еуі бірдей, кейде кезекпен. Бұл 3 жыл бойы жалғасты, 2016 жылдан 2019 жылға дейін. Дүние жоқ болып кеткендей болды. Мен отырдым да тыныс ала алмай қалдым. Құлағым шыңылдап кетті. Көз алдым бұлдырап кетті. 3 жыл ба? Деп сырылдадым мен. Иә. Алена қарсыласа алмады. Вадим Череп оған. Егер күйеуіңе айтсаң, біз оны түрмеде өлтіреміз. Ол жақта біздің адамдарымыз бар депті. Ол қорықты, үндемеді, шыдады. Надя тәтей көз жасын сүртті. Мен оны олар келіп кеткеннен кейін көргенмін. Соққыға жығылған, көгерген, жылап отырған күйінде. Мен көмектескім келді. Ол араласпауды өтінді, сен үшін қорықты. Мен орнымнан тұрып терезеге жақындадым. Маңдайымды суық шыныға тіреді. 3 жыл бойы мен камерада отырып, оны мені күтіп жүр деп сенгенімде 3 хайуан оны апта сайын зорлап келген, ал ол мен үшін үндемеген. Бұл қашан аяқталды? Деп сұрадым мен артыма бұрылмай. 2019 жылы олар келуін қойды. Неге екенін білмеймін. Мүмкін басқа құрбан тапқан шығар, бірақ Алена сынып қалды. Іше бастады. Алдымен аз-аздан, сосын көбейді. Жұмысты тастады, сенімен ажырасты, сенің білгеніңді қаламады. Оған осылай жеңіл болады деп ойлады. Надя тәтей жаныма келіп, иығыма қолын қойды. Ол сені қорғағысы келді, Тим. Не істесе де сен үшін істеді. Мен бұрылдым. Ол қазір қайда? Сол пәтерде. 27-ші. Үй иесі маған кілтін береді. Мен кейде кіріп тексеріп тұрамын. Мә, ал. Ол кілтті ұсынды. Мен алдым. Рахмет, Надя тәтей. Пәтерден шығып, дәлізбен жүріп өтіп, нөмірі 27-ші есіктің алдында тоқтадым, кілтті салып аштым. Пәтер қараңғы еді. Алкогольдің, жуылмаған дененің, сыздың иісі мүңкиді. Мен жарықты жақтым. Бөлменің тас талқаны шыққан. Еденде бөтелкелер. Кір ыдыс, киімдер шашылып жатыр. Диванда біреу көрпе жамылып жатыр екен. Жақындап көрпені аштым. Алена. Мен оны бірден танымай қалдым. Терісі арық, боп-бос, мөлдір дерлік.
Шашы кір, ұйпа-түйпа, жүзі жүдеген, көз асты көгерген, еріндері кезерген. Ол көзін ашып, маған бұлдыраған жанармен қарады. «Тима!» деп сыбырлады ол. «Менмін, Алион». Ол отырып, бетін қолымен басып, жылап жіберді. Мен қасына отырып, оны құшақтадым. Ол маған тығылды, кіп-кішкентай, сынған, дірілдеген күйде. «Кешір» деп сыбырлады ол көз жасының арасынан. «Мені кешірші, Тим. Мен шыдай алмадым. Мен әлсізбін. Кешір. Тыныш». Мен оның басынан сипадым. «Бәрі жақсы, мен осындамын». Осылай 10 минуттай отырдық. Ол жылады, мен оны ұстап тұрдым. Сосын ол сабырға келіп көзін сүртті, маған қарады. «Сен шықтың ба?» «Иә». «Кеше?» «8 жыл өтті ме?» «Өтті». Ол басын төмен түсірді. «Саған айтты ма?» «Иә». «Бәрін?» «Иә». Тыныштық орнады. «Мен саған айтқым келген» деп сыбырлады ол, бірақ айта алмадым. «Олар сені түрмеде өлтіреміз» деп қорқытты. Мен қорықтым. Білемін. Мен шыдадым. 3 жыл шыдадым. Қалайда басымнан өткеріп шығармын, сен ораларсың, өмірді жаңадан бастаймыз деп ойладым. Бірақ шыдай алмадым. Сынып қалдым. Іше бастадым, тоқтай алмадым. Ол маған қарады. «Сен мені жек көресің бе?» Мен оның жүзін алақаныма алдым. «Жоқ, мен мұны істегендерді жек көремін, ал сені бұрынғыша жақсы көремін». Ол тағы да жылап жіберді. Мен оны өзіме қысып. «Тыныш. Бірақ нық айтамын. Мен олардың әрқайсысын табамын. Олар бәрі үшін жауап береді. Уәде беремін» дедім. Мен сол түні сол жерде қалдым. Пәтерді жинадым, бөтелкелерді лақтырдым, оның киімдерін жудым, тамақ пісірдім, дүкеннен жарма сатып алып, ботқа пісірдім, оны тамақ ішуге көндірдім. Ол үнсіз жеді, қолдары дірілдеп тұрды. Сосын мен оны ұйықтауға жатқыздым, көрпесін жаптым, қасына отырдым. «Алион, маған олар туралы егжей-тегжейлі айтып берші». Ол көзін ашты. «Не үшін?» «Маған олардың кім екенін, қайда тұратынын білу керек». «Бәрін». Ол сәл үндемей тұрды да айта бастады. «Вадим Куляков, лақап аты Череп, 35 жаста, жергілікті банданың басшысы, Левобережный ауданын бақылайды, дүкендерді, дүңгіршектерді, көлік жуу орындарын кіршават етеді. Есірткі саудасы оның негізгі табысы. Донбасская көшесіндегі жеке үйде тұрады. 2 қабатты зәулім үй, қоршауы биік. Көлігі қара Land Cruiser. Нөмірін Алиона қорқыныштан есінде сақтап қалыпты. 777 ор. Отбасы жоқ, жалғыз тұрады. Әйелдері апта сайын ауысады. Қатал. Алионаны бәрінен де қатты ұратын сол еді. Бірде оның саусағын жай ғана ермек үшін сындырған. Егор Рыбаков, лақап аты Жора, 32 жаста, Вадимнің оң қолы. Бопсалаумен айналысады, бизнесмендерді аралап, кірша үшін ақша талап етеді. Циолковский көшесіндегі жалдамалы пәтерде тұрады, 5-ші қабат, 42 пәтер. Көлігі сұр BMW X5. Нөмірі E555 км. Үйленген. Әйелі мен баласы басқа қалада, Липецкте тұрады. Егор оларды көрмейді, тек ақша аударады. Сұм адам. Әрқашан Алионаны «Айтсаң күйеуіңді өлтіреміз» деп қорқытатын. Станислав Орлов, лақап аты Бычок, 30 жаста, банданың қара күші. Қарыздарды өндіреді, ақша төлемегендерді ұрып соғады. Отбасымен бірге тұрады. Әйелі Ирина, 2 баласы бар. Ұлы 6 жаста, қызы 4 жаста. Беговая көшесіндегі пәтерде тұрады, 2-ші қабат, 10 пәтер. Көлігі ақ Toyota Camry, нөмірі O333 AB. Отбасы оның немен айналысатынын білмейді. Күзет агенттігінде адал күзетші болып істейді деп ойлайды. Ақымақ, бірақ күшті. Алионаны сөйлемей, хайуан сияқты дөрекі зорлайтын. Алиона әңгімесін аяқтады, көзін жұмып жатты, жанарынан жас сорғалап жатты. Мен бәрін блокнотқа жазып алдым. Есімдері, мекен-жайлары, көлік нөмірлері, әдеттері. Ұйықта дедім мен. Бұдан былай олар саған тиіспейді, уәде беремін.
Ол басын изеп көзін жұмды. Мен балконға шығып, шылым шектім, түрмеде үйренген едім. Түнгі Воронежге қарадым. 3 есім, 3 хайуан. Вадим Череп, Егор Жора, Стас Бычок. Олар бәрі ұмытылды, құрбан үндемейді, ал оның күйеуі түрмеде отыр деп ойлады. Қателесті. Мен шықтым, мен әрқайсысын табамын. Келесі 2 аптаны барлауға жұмсадым. Күн сайын оларды кезекпен бақыладым. Маршруттарын, әдеттерін, әлсіз тұстарын зерттедім. Вадим Череп. Таңертең үйінен 10-да шығады. Қара Ленд Крузермен Киров көшесіндегі кеңсесіне барады, жер төледегі бөлме. Ол жерде келушілерді, салық төлейтін бизнесмендерді қабылдайды. Кешкі 8-де Максимум клубына барып, көңіл көтереді, ішеді, әйелдермен танысады. Үйіне түн ортасынан ауа оралады. Аптасына 1 рет, сәрсенбі күндері Землячка көшесіндегі гаражға барады. Ол жерде тауар есірткі сақтайды, дилерлерге қайта сату үшін үлкен партияларды сонда ұстайды. Әлсіздігі. Есірткі. Егер оны сонымен ұстаса, ұзаққа сотталады. Егор Жора. Пәтерінде жалғыз тұрады, таңғы 9:00-де шығып, сұр бамымен қаланы аралайды, дүкендер мен дүңгіршектерден салық жинайды. Кешкісін Вадиммен кездесіп есеп береді, ақшаны өткізеді. Коминтернов ауданындағы бәсекелес бандамен қақтығысы бар. Бәсекелестердің басшысы Артур Григорян, лақабы аты Армян. Олардың арасында шиеленіс жоғары. Бірнеше рет төбелесуге шақ қалған. Әлсіздігі. Бәсекелестер. Армян Егорды құртқысы келіп жүр. Тек сылтау күтіп отыр. Стас Орлов. Отбасымен тұрады. Әйелі Ирина 30 жаста, үй шаруасындағы әйел. 2 баласы. Артем 6 жаста, Полина 4 жаста. Қарапайым, тыныш отбасы. Стас таңертең ұлын балабақшаға, қызын бөбекжайға апарады, сосын Вадимге жұмысқа барады. Қара күш болып істейді, қарыздарды өндіреді, төлемейтіндерді қорқытады. Кешкісін үйіне оралып, балалармен ойнайды. Жақсы әке сияқты. Әйелі мен балалары оның немен айналысатынын білмейді, күзетші деп ойлайды. Әлсіздігі. Отбасы. Егер олар шындықты білсе, Стас бәрінен айырылады. Мен әрқайсысына досье жинадым. Суреттер 2000 рубльге сатып алынған ескі телефонмен түсірдім. Маршруттар, байланыстар, әлсіз жерлер. Жоспар пісіп жетілді. Мен оларды өзім өлтірмеймін. Бұл тым айқын болады. Мені тағы да соттайды, ал маған бостандықта болып, олардың қалай азап шегетінін көру керек. Мен оларды өздері құртатындай етемін, әрқайсысын өз әдісімен. Мен Аленаның пәтерінде отырдым. Ол бөлмеде ұйықтап жатқан. Мен ас үйде блокнотпен жазып отырдым. Бір нысана. Вадим Череп. Әдісі. ЕқК есірткі айналымын бақылау қызметі құрығына түсіру. Нақты уақыты мен орнын көрсете отырып, анонимді арыз жазу. Вадим есірткіні гаражда сақтайды. Мен мекен жайын білемін, қашан келетінін білемін. ЕқК операция жүргізіп, оны қылмыс үстінде ұстайды. 5 героин, бұл қатал режимдегі колонияда 10 жыл деген сөз. Кем дегенде. Мерзімі. Дайындыққа 2 апта, арыз жазу, жіберу, күту. 2 нысана. Егор Рыбаков. Әдісі. Бәсекелестермен соқтығыстыру. Армян Григорян Егорды құртқысы келеді, оған сылтау беру керек. Егор оны өлтіруді жоспарлап жүр деген ақпарат тастау, қастандық жасалатын күн мен орынды көрсету. Армян тексеріп жатпайды, бірінші болып шабуылдайды, Егорды өлтіреді. Мерзімі. 1 ай. Армянның адамдарымен байланыс орнату, ақпаратты анонимді түрде беру керек. 3 нысана. Стас Орлов. Әдісі. Психологиялық тұрғыдан құрту. Оның жұмысының айғақтарын жинау. Адамдарды қалай ұрып жатқаны, ақша бопсалағаны туралы видео. Зорлық-зомбылық туралы деректер табу. Бәлкім, біреуге мақтанып айтқан шығар. Бәрін оның әйелі Иринаға жіберу. Отбасы шындықты біледі. Ажырасады, балалары теріс айналады. Стас өмірдің мәнін жоғалтады. Өз-өзіне қол жұмсауға дейін жеткізу.
Мерзімі 2 ай. Айғақ жинау ұзақ процесс. Мен блокнотты жаптым, сағатқа қарадым. Түнгі 3. Жоспар дайын. Орындау ғана қалды. Орнымнан тұрып терезеге жақындадым, ұйықтап жатқан қалаға қарадым. Бір жерде үшеуі тыныш ұйықтап жатыр, оларды біреу бақылап отырғанын, тағдырлары шешіліп қойғанын білмейді. Жақында олар біледі, жақында олар Аленаның әрбір көз жасы үшін, әрбір көгерген жері үшін, әрбір айқай үшін өтейді. Мен қараңғылыққа сыбырладым. Басталды. Достар, жоспар дайын. Тимур жаулары туралы бәрін біледі. Енді аңшылық басталады. 3 бандит жазасыз қаламыз деп ойлайды, бірақ кек олардың артынан келе жатыр, салқын қанды, есептелген, аяусыз. 3. Финалдық бөлімде әрқайсысының құлауы. Біреуі сотталады, екіншісі өледі, үшіншісі сынып қалады. Тимур өз өмірін құртқандардың қалай күйрегенін көре. Бірақ қандай құнмен? 2024 жылдың тамызы. Мен Вадимнен, басшыдан, бәрін ұйымдастырушыдан бастадым. 2 апта бойы оны бақылап, әрбір қимылын жазып алдым. Әр сәрсенбіде ол Землячка көшесіндегі гаражға баратын. Спутник гараж кооперативі 17 бокс. Сағат 21:00-де келіп, 40 минуттай болып пакеттерді қайта сатуға арналған есірткілерді алып кететін. Мен білетінмін, ол жерде үлкен қор, килограмдаған есірткі сақталады. Вадим бәрін бірден тасып тәуекелге бармайтын, гаражда ұстап, партиямен алатын. Маған бұл туралы ИКБ-ға хабарлау керек еді, бірақ мені тауып алмайтындай анонимді түрде істеу керек. Мен дүңгіршектен басқа біреудің паспортына тіркелген арзан сим карта сатып алдым. Вокзал маңындағы бір қаңғыбасқа 500 рубль беріп, өз атына тіркеттірдім. Оны ескі түймелі телефонға салдым. Интернеттен Воронеж облысы бойынша ИКБ-ның сенім телефонын таптым. Интернет кафеге барып, ақшасын қолма-қол төледім, тіркеу жоқ. Нөмірді тердім, күттім. ИКБ басқармасы. Тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Мен даусымды өзгертіп, бәсең әрі баяу сөйледім. Мен есірткі сақтау туралы хабарлағым келеді. Аты жөніңізді айтыңыз. Анонимді. Үзіліс. Жақсы. Айтыңыз. Землячка көшесіндегі Спутник гараж кооперативі. 17 бокс. Иесі Вадим Куляков. Ол жерде героин, үлкен партияларды сақтайды. Әр сәрсенбі күні кешкі сағат 9-да келіп, тауарды алып кетеді. Ақпарат қайдан? Мен көрдім. Көрші бокста жұмыс істеймін. Кездейсоқ байқап қалдым. Ресми түрде айғақ бере аласыз ба? Жоқ, қорқамын. Куляков қауіпті адам. Тыныштық. Сосын. Жақсы, ақпарат қабылданды. Рахмет. Мен тұтқаны қойдым, сим картаны қоқысқа тастадым, телефонды бөлшектеп, бөлшектерін әр түрлі қоқыс жәшіктеріне лақтырдым. Енді күту ғана қалды. ИКБ созбаған екен, ақпаратты тексеріп, бақылау орнатты. Келесі сәрсенбі 31 тамыз. Мен гараж кооперативінен 100 метр жерде, ағаштардың көлеңкесінде тұрдым. Бақылап тұрмын. Сағат 21:00-де Вадимнің қара Land Cruiser-і келді. Ол көліктен түсіп, боксты ашып, ішке кірді. 5 минуттан кейін сирена дауысы естілді. ИКБ-ның 3 көлігі кооперативтен шығар жолды бөгеп тастады. Сауыт киген, автомат асынған сарбаздар атып шығып, 17 боксты қоршап алды. Куляков, шық, қолыңды төбеңе қой. Вадим қолын көтеріп шықты, түсі боп-боз. Сарбаздар оны жерге жығып, кісен салды, гаражға кіріп, 3 үлкен пакетті алып шықты, сол жерде ашты. Героин, килограмдаған ақ ұнтақ. Вадимді алып кетті. Мен көлеңкеде тұрып қарап тұрдым. Ішімде мұздай қанағаттану сезімі пайда болды. Вадим кетті. Бір аптадан кейін мән-жайды білдім. Әкем қоңырау шалды. Мен жаңа телефон сатып алып, нөмірімді оған берген едім. Балам, естідің бе? Вадим Куляковты тұтқындапты, есірткі тауыпты. 5 героин. Оған кем дегенде 10 жыл қатаң режим күтіп тұр. Естідің бе, әке? Ондайлардың отырғаны жақсы. Ауданның берекесін алып еді. Иә, жақсы болды.
Мен тұтқаны қойдым. 10 жыл. Вадим Череп өзі сияқтылар отыратын колонияға барады. Қатаң режим. Ол жақта оны қарсы алады. Оның банда басшысы зорлықшы екенін біледі. Ол жердің өз заңдары бар, ол жерде оны сындырады. Ол Аленаны қалай сындырса, оны да солай езеді. 2024 жылдың қыркүйегі. Кезекте екіншісі Егор Рыбаков. Онымен қиынырақ, полицияға жай ғана хабарлай салуға болмайды. Егор сақ, артында із қалдырмайды. Бопсалауды дәлелдеу қиын. Куәгерлер сөйлеуге қорқады. Бірақ басқа жол бар. Бәсекелестер. Коминтерн ауданындағы Армен Григорян мен оның бандасы Егорды құртқысы келіп жүргелі қашан. Ол олардың сол жағалауға кеңеюіне кедергі келтіріп жүрді. Бірақ ашық соғыс тиімсіз. Полиция келіп, бәрін ұстап әкетеді. Армен ойланбастан бірінші соққы беру үшін сылтау керек болды. Мен оған сол сылтауды беремін. Арменға кім жұмыс істейтінін білдім, әкемнің таныстары арқылы ақпарат жинадым. Бұрынғы әскерилер қылмыс әлемін жақсы біледі. Арменнің ақша жинайтын смотрящий Роберт Роба екенін анықтадым. 35 жаста. Армен қатал адам. Роба әр кеш сайын Минск көшесіндегі Арарат дәмханасында отырып кофе ішеді, кальян шегеді, адамдарды қабылдайды. Мен ол жерге сенбі күні кешке бардым, қарапайым киіндім. Джинсы, күрте, кепка. Бұрыштағы үстелге отырып, шайға тапсырыс бердім. Роба терезенің алдында жалғыз отырып, кальян шегіп жатты. Мен оның әжетханаға шығуын күттім де, орнымнан тұрып, оның үстеліне жақындадым. Күлсалғыштың астына жылдам хатты қалдырдым да, орныма қайттым. 1 минуттан соң Роба оралды, отырды, күлсалғышты алып, хатты көрді. Ашып оқыды. Мен көзімнің қиығымен бақылап отырдым. Робаның түрі өзгеріп кетті. Қабағы түйіліп, телефонын алды да біреуге хабарласты. Жылдам қобалжып сөйледі, сосын орнынан тұрып кетіп қалды. Мен шайымды ішіп болған соң 10 минуттан кейін шықтым. Хатта не жазылған еді? Егор Рыбаков Армен Григорянды өлтіруді жоспарлап жүр. Уақыты 15 қыркүйек, жексенбі. Орны Максимум клубының тұрағы 22:00. Рыбаков киллер жалдайды. Дайын болыңыздар. Өтірік. Таза өтірік. Бірақ Армен тексермейді. Ол параноик. Әрқашан біреу өзін өлтіргісі келеді деп ойлайды. Бұл хат оның қорқынышын растады. Ол бірінші болып соққы береді. 15 қыркүйек, жексенбі. Мен Арменнің сенген-сенбегенін білмедім, бірақ тексеріп көруді ұйғардым. Максимум клубына кешкі сағат 9:30-да келдім. 100 метр жерге көлігімді қойып, бақылап отырдым. Сағат 22:00-де Егордың Сурбано X5 көлігі келді. Ол шығып, клубтың кіреберісіне қарай беттеді. Бұрыштан бетперде киген, тапаншасы бар үшеуі атып шықты. Егор үлгермеді. 3 атыс. Кеудеге, ішке, басқа. Егор асфальтқа құлады. Қаны көл болып ақты. Үшеуі көлікке секіріп мініп, қатты жылдамдықпен қаша жөнелді. Мен көлікте отырып, Егордың өлі денесіне қарадым. Асфальтта жатыр. Айналада әлі адам жоқ. Тұрақ бос. Клуб енді ғана ашылған. 1 минуттан соң біреу айқайлады. Клуб күзетшілері жүгіріп шықты. Қарбалас басталды. Мен көлікте оталдырып кетіп қалдым. Келесі күні жаңалықтар шықты. Воронежде бопсалаушы деп күдіктелген Егор Рыбаков атып өлтірілді. Полиция бұл қылмыстық топтар арасындағы есеп айырысу деп санайды. Полиция Арменнің бандасынан 3 адамды ұстады. Оларды камера арқылы тапқан. Адам өлтірген үшін әрқайсысына 15 жылдан берді. Арменді да ұстады. Адам өлтіруді ұйымдастырған үшін 25 жыл берді. Бәрі отырды. Егор өлді. Екіншісі жойылды. 2024 жылдың қазаны. Стас Орлов қалды. Бычок. Онымен мен басқаша әрекет еттім. Өлтіргім келмеді. Ол үшін өлім тым оңай болар еді. Тез өлім жаза емес. Мен оның тірілей тозақта болғанын қаладым.
Өзі жақсы көрген нәрсенің бәрінен. Отбасынан, құрметтен, өмір мәнінен айырылғанын қаладым. Мен оны психологиялық тұрғыдан сындырғым келді. Келесі 2 ай бойы мен дәлелдер жинадым. Видео. Стас бұрышта қарызгерді ұрып жатыр. Телефон камерасына жасырын түсірілген. Мен оның соңынан еріп, алыстан видеоға түсіріп жүрдім. Стас дүкен иесінен ақша бопсалап, төлемесең, өртейміз деп қорқытып жатыр. Аудио жазба. Стас барда досына мақтанып отыр. Мен сол кезде бір қатынды пайдаландым, менттің әйелі күйеуі түрмеде отырғанда. Үшеуіміз болдық. Көңілді өтті. Күлкі. Мен мұны жазып алдым. Көрші үстелде отырғанмын. Диктофон қалтамда болды. Тағы да бір куәгер таптым, Стастың Аленаны зорлағанын көрген адам. Қарсы пәтердегі көрші, зейнеткер Витя ағай. Ол айтып берді. Мен барып, Аленаның күйеуімін деп таныстым. Мен олардың келгенін көрдім, үшеуі есікті бұзды. Ол айқайлады. Сосын тыныштық орнады. Мен не болып жатқанын түсіндім, бірақ араласуға қорықтым. Олар қауіпті. Кешір, балам. Мен одан айғақ беруін сұрап, видеоға жазып алдым. Енді менде бәрі бар еді. 2024 жылдың желтоқсаны. Компьютерде папка аштым, 3000-ға ескі ноутбук сатып алып, барлық видео, аудио, куәгерлердің айғақтарын жүктедім. Стас Орлов туралы шындық деп қол қойдым. Стастың әйелі Иринаның электронды поштасын таптым. Ол әлеуметтік желіде парақша жүргізетін, сол жерде имейлі көрсетілген екен. Оған анонимді хат жібердім. Тек тіркелген файлды көріңіз, күйеуіңіздің шын мәнінде кім екенін біліңіз. Папканы қоса жібердім. 3 күннен кейін әкем хабарласты. Балам, естідің бе? Стас Орлов асылып қалыпты. Гаражынан тауыпты. Өз-өзіне қол жұмсаған. Мен үндемедім. Айтуларынша әйелі одан кетіп қалыпты, балаларын алып, ажырасуға берген. Оның немен айналысқанын біліп қойыпты. Балаларымның әкесі бандит әрі зорлықшы екенін білгенін қаламаймын депті. Стас шыдамай асылып өлген. Мен тұтқаны қойдым. Стас өлді, бірақ менің қолымнан емес. Ол бәрінен айырылғанын білгенде өзін-өзі өлтірді. Үшіншісі жойылды. 2025 жылдың қаңтары. Үшеуі де өлді немесе түрмеде. Вадим Череп қатаң режимдегі колонияда. Егор Рыбаков өлді. Денесінде 3 оқ. Стас Орлов өлді. Асылып қалды. Кек қайтарылды. Мен Аленаға оралдым, ас үйде отырдым. Ол бөлмеде ұйықтап жатты, мен терезеден қысқы Воронежге қарадым. Қар қаланы ақ мамықпен жауып, баяу жауып тұрды. Мен оның әрбір айқайы үшін, әрбір жас үшін, әрбір ұйқысыз түн үшін кек алдым. Олар өз жазасын алды. Бірақ неге маған жеңіл емес? Мен кек қайтарылғанда Алена өмірге оралады, шуын қояды, жұмыс істейді, бәрін жаңадан бастаймыз деп ойладым. Қателесіппін. Ол күнде шуын жалғастыра берді. Арақ, вино, не тапса соны ішеді. Мен көмектесуге тырыстым, емделуге көндірдім. Клиника таптым, соңғы ақшамды төлеуге дайын болдым. Ол бас тартты. Кеш, Тим. Мен сындым, мені жөндеу мүмкін емес. Олай деме, бәрін түзетуге болады. Ол маған бос жанармен қарады. Сен кек алдың. Олар өлді. Бірақ бұл мені қайтарып бермеді. Мен бәрібір мәңгілікке сынып қалдым. Оған сөзім өтпеді. 2025 жылдың ақпаны. Алена жатып қалды. Бауыры сыр берді. Цирроз. Соңғы сатысы. Мен жедел жәрдем шақырдым. Оны ауруханаға алып кетті. Жан сақтау бөлімі. 40-тардағы дәрігер әйел дәлізде маған. Сен туыссың ба? Деді. Бұрынғы күйеуімін. Оған көп қалған жоқ. Бауыры шіріп кеткен, алкоголь оны өлтірді. Мүмкін бір апта, мүмкін одан да аз. Мен дәліздегі орындыққа отырып, бетімді бастым. Кек оны құтқармады. Мен үшеуін құрттым, бірақ оны қайтара алмадым.
Алена 5 күннен кейін 2025 жылдың 20 ақпанында түнгі сағат 3:00-де қайтыс болды. Мен қасында отырып қолынан ұстап тұрдым. Ол ес-түссіз жатты, аппараттар дыбыс беріп тұрды. Сосын ұзақ созылған гудок. Дәрігерлер жүгіріп келіп, жандандыруға тырысты, бірақ нәтиже болмады. Өлім уақыты 3:05. Мен оның төсегінің жанында отырып, жүзіне қарадым. Боп-боз, сабырлы, неше жылдан бері алғаш рет тыныш көрінді. Ол ақыра азат болды. Ал мен ішімде бостықпен жалғыз қалдым. 27 ақпан. Воронеж шетіндегі зират. Аленаны жерлеу. Табыт, гүл дестелері, келген 20 шақты адам, көршілер, таныстар, Надя тәте. Әкем қасымда тұрып, иығымнан басты. Шыда, балам. Мен табыттың жанында тұрып, Аленаға қарадым. Ол ақ көйлек киген, қолдары кеудесіне қойылған, жүзі бейбіт. Мен оның басқа кезін есіме алдым. Жас, күліп жүрген, менің ұсынысыма иә деген, мені жұмыстан күтіп алатын, бала армандайтын кезі. Сол Аленаны өлтірді. 3 хайуан оны өлтірді. Бірден емес, баяу, жылдар бойы. Мен кек алдым, бірақ бұл оны қайтармады. Табытты жауып, көрге түсірді, топырақ тасталды. Мен қарап тұрдым. Жылаған жоқпын, тек тұрдым. Жұрт тарағанда жалғыз қалып, қабірінің басына жүрелей отырдым. Кешір, Ален, деп сыбырладым. Мен сені қорғай алмадым, құтқара алмадым, тек кек алдым. Бірақ бұл көмектеспеді. Тыныштық. Тек жалаңаш ағаштардың арасында жел гуілдейді. Мен тұрдым да кеттім. 2025 жылдың наурызы. Жалғыз тұрамын. Жатақханадан 10 метрлік бөлме жалдаймын. Кереует, үстел, орындық. Жұмыс жоқ, соттылығым барларды ешкім алмайды. Кездейсоқ жұмыстармен күн көремін. Жүк көліктерін түсіру, базарда жүк тасушы. Бір ауысымға 300 рубль. Ақша тамақ пен жалдау ақысына жетеді. Басқа ештеңе керек емес. Әр түн сайын түс көремін. Алена алдымда тұрып. Неге бұлай істедің, Тим? Деп сұрайды. Сен үшін. Сенің кегіңді алдым. Бірақ бұл мені қайтарған жоқ қой. Мен бәрібір өлдім. Білемін. Онда не үшін? Мен суық термен оянамын, төбеге қарап, жауап бере алмаймын. Не үшін? Кек емдеген жоқ, Аленаны қайтармады, өмірді де қайтармады. Жай ғана үшеуін және мені қоса құртты. 2025 жылдың сәуірі. Әкем жатақханаға іздеп келді. Есікті аштым. Балам, кіруге бола ма? Кір, әке. Ол кіріп, айналасына қарады. Жұпыны бөлме. Лас түс қағаздар, бір ғана шам, ескі кереует. Ол үстелге, мен кереуетке отырдым. 1 минут үнсіздіктен соң әкем сұрады. Бұл сен бе? Мен оған қарадым. Не? Вадим, Егор, Стас. Оларды құртқан сен бе? Мен үндемедім. Әкем басын изеді. Мен әскери адаммын, 25 жыл қызмет еттім. Кездейсоқтық пен жоспардың айырмашылығын білемін. Сен шыққаннан кейін 3 аптадан соң Вадимді тұтқындады. 1 айдан соң Егорды өлтірді. 2 айдан соң Стас асылып қалды. Үшеуі де Аленаны зорлағандар. Бұл кездейсоқтық емес. Мен басымды төмен түсірдім. Иә, бұл мен. Әкем күрсінді. Түсінемін. Сенің орныңда болсам, мен де солай істер едім. Ол орнынан тұрып, терезеден жатақхананың сұр ауласына қарады. Бірақ кек бұл Тим. Ол тек жауларды ғана өлтірмейді. Ол сені ішіңнен өлтіреді. Білемін. Алена өлді. Сен кек алдың, бірақ бақытты болмадың, иә. Мен басымды изедім. Әкем бұрылды. Сен түрмеде 8 жылыңды жоғалттың, әйеліңнен айырылдың, өзіңді жоғалттың. Енді мына шұңқырда отырып, шіріп жатырсың. Бұл өмір емес. Мен не істеуім керек? Ол үшін, Алена үшін өмір сүр. Ол сенің бұлай аяқтағаныңды қаламас еді. Мен әкеме қарадым. Мен ары қарай қалай өмір сүруді білмеймін. Ол жаныма келіп, иығыма қолын қойды.
кішкентайдан баста. Жұмыс тап, ішуді қой. Әкем бұрыштағы бөтелкелерді көрді, мен кешкісін іше бастағанмын. Спортпен шұғылдан, сен боксшысың ғой. Өміріңді қайтар. Кеш, әке. Кеш емес. Жасың 37-де, алдыңда әлі жарты өмір бар. Оны босқа жіберме. Ол мені құшақтады. Мен оған тығылдым. Неше жылдан бері алғаш рет балаша еңкілдеп жыладым. Әкем мені жібермей, басымнан сипап отырды. Жыла, балам, жыла, ішіңдегіні шығар. Ұзақ жыладым, сосын сабырға келіп, бетімді сүрттім. Әкем. Маған уәде бер, жаңадан бастап көруге тырысасың деді. Мен тырысамын деп басымды изедім. 2025 жылдың мамыры. Мен тырыстым. Жұмыс таптым. Жас өспірімдерге арналған бокс секциясында жаттықтырушы болдым. Жеке мектеп, жалақысы аз, 25.00. Бірақ алды. Директордың өзі бұрын боксшы болған, өзі де кезінде отырып шыққан екен, мені түсінді. Мен балаларды жаттықтырдым, джеб, кросс, апперкот ұруды үйреттім, техникасын қалыптастырдым. Олар тыңдады, құрметтеді. Бұл мені алаңдатты. Ішуді мүлдем қойдым, бөтелкелерді төгіп тастадым, енді сатып алмаймын. Таңертең жүгіре бастадым, турникке тартылып, формамды қалпына келтірдім. Дене бабын еске түсірді, бұлшықеттер қайта қатайды. Бір бөлмелі пәтер жалдадым, кішкентай болса да өз пәтерім, көршісіз, таза. Тыныш өмір сүрдім. Жұмыс, үй, жұмыс. Бірақ ішімдегі бостық қалмады. Әр түн сайын Алионаны көремін. Ол енді не үшін? Деп сұрамайды, тек мұңмен қарап, жоғалып кетеді. Мен оянамын, төбеге қараймын да, оның ешқашан оралмайтынын түсінемін. Кек емдеген жоқ, тек жан дүниемде мәңгілік жара қалдырды. Эпилог. 2026 жылдың шілдесі. Бостандыққа шыққаныма 2 жыл болды. Мен Тимур Шадринмін, 38 жастамын. Бокстан жаттықтырушы болып жұмыс істеймін. Жалғыз тұрамын, отбасым жоқ, достарым жоқ, қуанышым жоқ. Вадим Череп колонияда 10 жыл отыр. Таныстар арқылы естідім, ол жақта оны қорлап жатыр екен, шіріп жатыр. Егор Рыбаков өлді, бәсекелестері атқан, зиратта жерленген. Басына ешкім келмейді. Стас Орлов өлді, өзі асылып қалды. Әйелі мен балалары басқа қалаға кетіп, тегін ауыстырған, оны ұмытқан. Үшеуі де жойылды. Мен кек алдым, бірақ Алиона оралмады. Әр жыл сайын 20 ақпанда оның қабіріне барамын, гүл қоямын, жандағы орындықта отырып, онымен сөйлесемін. Жылдың қалай өткенін, не өзгергенін айтамын. Ештеңе өзгерген жоқ. Жұмыс қалай? Қалыпты. Өмір қалай? Бос. Сосын кетемін. Бүгін шілде айында пәтерімнің терезесінде отырып, қалаға қарап отырмын. Адамдар жұмысына асығып барады. Бәрі өмір сүріп жатыр, әркімнің өз тағдыры бар, ал мен тек күн кешіп жүрмін, существую. Бұл екі бөлек нәрсе. Кек маған өмірді қайтармады, тек қалған жұрнағын тартып алды. Мен 3 бандитті құрттым, бірақ өзімді де құрттым, өйткені кек бұл у. Ол бәрін өлтіреді. Жауды да, кек алушыны да. Мен мұны кеш түсіндім. Енді осы біліммен әр күн, әр түн өмір сүріп келемін. Мені ұстап тұрған жалғыз нәрсе, Алиона үшін өмір сүруге тырысамын деп әкеме берген уәдем. Оны Алиона көрмесе де. Достар, сіздер Тимур Шадриннің хикаясын тыңдадыңыздар. Ол әйелін қорғаған үшін 8 жыл отырды. Шыққан соң ол түрмеде болғанда 3 бандиттің әйелін 3 жыл бойы зорлағанын білді. Ол сынды ішіп кетті. Тимур кек алды, үшеуінде қолын былғамай, салқын қандылықпен, әдіспен құртты. Бірақ кек әйелін қайтармады. Ол қайтыс болды, ал Тимур ішіндегі бостықпен жалғыз қалды. Сіздерге сұрақ. Тимур дұрыс деді ме, әлде кек оны түпкілікті құртты ма? Сіз оның орнында не істер едіңіз? Оның әйеліне жасалған істі кешіруге бола ма? Пікірлеріңізді жазыңыздар. Егер хикая әсер еткен болса, лайк басыңыз. Есіңізде болсын, кек емдемейді. Ол тек бәрін жауды да, кек алушыны да жояды.
Жақындарыңызды сақтаңыздар, өзіңізді өшпенділікке алдырмаңыздар. Көріскенше, достар.